Талап Сұлтанбекұлы Сұлтанбеков 1930 жылы 9 қыркүйекте Алматы облысының Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген қазақтың жазушысы. Алғашқы шығармаларын спорт тақырыбына арнаған. Талап Сұлтанбеков тұңғыш рет қазақ тілінде дойбы дегенне дойбы, шахмат, тоғыз құмалақ атты көмекші кітап жазған спортшы. Қазақ әдебиетінің тарихында ғылыми фантастика жанрына тұңғыш қалам тартқан жазушы. Жазушының шығармаларының тақырыбы сан алуан. Жасөспірімдерге арналған көшпелі алтын, жүрек тулайды, жұлдыз ат, Лұқпан хакім, тізгін, темір еліне саяхат әңгімелері оқушыны қиялға, арманға жетелейді. Ол өз оқырманын ғылымның табиғи сырына үңілуге, адам миы арқылы оның құдірет күшін танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға да болатынын айғақтайды. Жазушының ғажайып планета атты фантастикалық әңгімесі биолог Тұрановтың, Байқоңыр 12 космос кемесінің командирі Елшібек Оразовтың, жасанды адам физиомеханикалық кибердің Осип Бақ ғалымша қызықты да тартымды баяндалған. Автор ғылымда дәлелденбеген, бірақ адам қиялы болжаған мүмкіндіктерге оқырманын еркін ойлаумен жетелей отырып, ғажайып құбылыстарға куә етеді. Жер планетасы мен оның серіктері арасында байланыстың барлығына көз жеткізеді. Жазушы ғылыми болжамдар бағамынан асып, оқырманның санасын серпілтер, бағытын жаңартар ой тастайды. Аспан әлеміндегі ізденістің бәрі тек адам игілігі үшін жасалатынын танытады. Экипаж мүшелерінің жинап қайтқан материалдары өте құнды. Оны аман есен жерге жеткізуді бұлжымас борыш ретінде көрсету арқылы қандай да бір зерттеу ісіне адамның жауапкершілікпен қарау керектігін нұсқайды. Жазушы кейіпкерлері нанымды, тілі жеңіл. Шығармада ғылыми терминдердің қолданысы фантастикалық әңгіменің мақсат міндетінен туындаған. Талап Сұлтанбеков қазақ зиялыларының жарқын өкілдерінің бірі. Оның анасы Дәмеш Берсүгірова белгілі ақын, ұстаз, ал немере ағасы қазақтың көрнекті ақыны Ілияс Жансүгіров. Жазушы өз өмірін қазақ деректі киносының, әсіресе спорт журналистикасының дамуына арнаған кинодраматург ретінде Қазақстанға танымал. Талап Сұлтанбеков 1960 және 70 жылдар аралығында Республикалық ғылыми көпшілік білім және еңбек журналының бас редактор қызметінде отырып, белгілі ғылым қайраткерлеріне ғылымға жол ашып, қазақ ғылымының дамуына қомақты үлес қосты. Қазақстандық спортты дамытуға патронаждық көмек көрсетті. Талап Сұлтанбековтың өзі дойбыдан СССР спорт шебері және шетелде әлемнің бірнеше тіліне аударылған дойбы, шахмат, тоғыз құмалақ бірегей кітабын шығарды. Тоғыз құмалақ ойыны бойынша федерацияның төрағасы және осы ойын бойынша КСР чемпионы болды. Өзінің шығармашылық қызметін 1970-90 жылдары қазақ кинематографында, Қазақфильм киностудиясында жалғастыра отырып, ол деректі фильмдер бірлестігінің бас редакторы, сондай ақ кинодубляждың бас редакторы, бүкілодақтық киноорталық бірлестігінің республикалық бөлімшесінің директоры болып жұмыс істеді. Қазақ тілінде 10-нан астам сценарий және 500-ден астам фильмдер аудармасын шығарды. Әр жылдары қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Мұхтар Әуезов, Мұқан Төлебаев, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, көрнекті өнер қайраткерлері Шәкен Айманов, Қалтай Мұхамеджанов, Қалсмайылов, Қаукен Кенжетаев, Хамид Бегалин, Ескендір Тынышбаев, Болат Жансүгіров және де басқа да көптеген қайраткерлермен тығыз байланыс жасап дос болды. Талап Сұлтанбеков 1956 жылдан бастап КСР журналистер одағының және 1980 жылдан бастап КСР кинематографистер одағының мүшесі болды.